Енді мен бір қырып жойып тастадым деп айта алмаймын. Мен елде қалыптасқан мүмкіндіктің жағдайында өзімнің депутаттық функциямды толық орындадым деп айта аламын. Мәселен, енді ананы мынаны деп түрткілеген емес. Ескі Қазақстан мәселесін парламентте көтерген мен. Аяғына жеткізе алдыңыз ба? Жоқ, ол енді оны мен бір адам жеткізе алмайды ондай мәселені. Жалпы қоғамда сөз қылуға, қоғамда оның тақырыптың қозғалып тұруына ықпал еттім деп айта аламын. Ал оны аяғына дейін жеткізу мүмкін емес. Оған ұрланған активтерді қайтару мәселесі жөнінде менен артық жұмыс істеді деп біреулер болды деп айта алмаймын. Енді мақтанғандық емес, бұл енді тақырып болды мендегі, бас тақырыбым. Одан кейін тағы бір мәселе, мысалы үшін бізде не бар ғой, қоғамда, елде саяси тұтқындар деген бар. Әлде бір саяси мәселелерге қатысты жауапқа тартылған қазір. Солардың бәрін аралап шыққан мен ғана түрмеге барған. Бір мандатты депутатсыз ғой. Сіз осы 3 жылда өзіңіздің сайлаушыларыңыздың аманатын арқалап келдіңіз, соны орындай алдыңыз ба? Енді аманат деген дүниені үлкен мәнде айтатын болсаң, ол енді саған жүктелген бір көшені жөндеу, немесе бір жерге свет тарту деген, немесе бір ауылда, бір кенттің ішіне бір тұрмыстық бір проблеманы шешу ғана деп ойламаймын мен. Негізінде енді өзімнің округым тарапынан айтылған біраз мәселені көтердім. Біраз дүниенің шешілуіне ықпал еттім. Ал енді негізі менің өзімнің көңілімдегі, жүрегімдегі, ниетімдегі бұл сайлаушылардың аманаты, бұл елдік мүддеге қызмет ету. Бәпи өзгерді, Бәпи парламентке барғаннан кейін бұрынғы Бәпи емес деген пікірлерді айтылды. Сонда сіз сайлаушылардың үмітін ақтай алмадыңыз ба? Жоқ, бұл маргиналдық пікір. Мен Бәпи өзгерді дегенде мен парламентке бұрын мен таза оппозициялық газет шығардым. Мен сол деңгеймен қайтадан келіп парламентте оппозициялық сол пікірмен жүре алмаймын ғой. Неге жүре алмаймын? Себебі онда мен несін келдім? Сол жақтағы жүре беріп сөйлей бермеймін бе? Бұл жердегі мәселе талап басқаша. Өкілетті органның депутатына жүктелетін дүние ол басқа деңгеймен, басқа призмамен қарау керек. Бұл жерде жаңағы мен басқа депутат өзінің жаңағы бір популистік, өзінің жаңағы бір ұстанымы арқылы қоғамда толқын тудыратын болса, жаңағы әлде бір әлеуметтік саяси топтардың белсенді жаңағы бір әрекеттеріне әсер ететін болса, оны мен қабылдай алмаймын. Себебі қазіргі жағдайда бізде осы соңғы бір 3-4 жылдың деңгейінде бұл елдік мәселе өте үлкен тұрғыда тұр. Ал жаңа активтерден бастап айтсақ, ескі Қазақстан мен екі ортадағы дүние, одан кейін мынау теріс діни ағымдар мәселесі, бұның бәрі біздің ұлттық мүдденің мәселелері. Мен осы төңіректе жұмыс істедім деп айта аламын. Депутаттыққа тоймай қалған жоқсыз ба? 3-6 жыл депутат болдыңыз. Енді ол қалай айтуға болады? Бұйырған дүние осы болды енді. Дегенмен енді 3 жылдың өзі де аз болған жоқ. Қарап өзім ойлап отырсам, 3 жылда біраз жұмыстар атқарылған екен. Әрине, ойда бар біраз шаруалар атқарылмай қалды. Бірақ енді оның бәрін міндетті түрде депутат болып жүріп көтеру қажет емес шығар. Мен қай жерде жүрсем де өзімнің мына санамдағы, түйсігімдегі азаматтық пікірімді айтып та, жазып та, жеткізіп те жүруге тырысамын. Тағы да депутат болғыңыз келе ме? Енді қазіргі мынау елдік мүдде тұрғысынан қазір өзі қоғамда, елде, бізде транзит әлі болып біткен жоқ деп есептеймін де. Оның үстіне алда президенттік сайлау келе жатыр 2 жылдан кейін. Ал Қазақстанға мүдделі, Қазақстанға жаңағы алаңдап көз тігіп отырған сыртқы елдер бар. Жаңағы сирек кездесетін металынан бастап мұнайы бар, басқасы бар. Қазақстан коридор
батыс пен шығысты жалғап жатқан. Сондықтан қазір Қазақстан орталық Азия континентіндегі бір тыныш қана емес, сондай бір үлкен магистралды, үлкен континенталдық мәселені шешетін елге айналды. Сондықтан осы кезде сол өзінің қарым қабілеті бар азаматтар елдің бір пұшпағында жүріп қызмет еткені дұрыс деп ойлаймын. Осы тұрғыдан келгенде мен әлде өзімнің мүмкіндігімді пайдаланғым келеді.